Ерте заманда бір шал мен кемпір өмір сүріпті. Бір күні шал кемпіріне: «Маған бауырсақ пісіріп берші» дейді. «Неден пісіреп? Үйде көптен бері ұн жоқ». «Ей, кемпірім-ай, сен қамбаны сыпырып, қуыс мүйісін қырып, осылайша қалған құтқан ұнды жинап алсаң, бір бауырсаққа жетіп қалар». Кемпір шалның айтқанын істейді. Қамбаны сыпырып, қуыс мүйісті қырып, әзер дегенде 2 уыстай ұн жинап, қаймаққа қамыр илеп, бауырсақ жасайды. Пешін жағып, табасына май құйып, бауырсақты пісіруге қояды. Көп ұзамай, үй ішін тәтті нан иісі алып кетеді. Бауырсақ әп-әдемі болып пісті. Тегіс, домалақ, сырты қызарып жетті. Шал оны бірден жеп қояйын десе, бауырсақ тым ыстық екен. Кемпір бауырсақты суытайын деп, терезе алдына қояды. Жата-жата жалыққан бауырсақ терезеден жерге, жерден шөпке, шөптен жолға түсіп, әрі қарай домалай жөнелді. Бауырсақ домалай көк шалғынды, кең даланы кезіп, қараңғы орманға домалап жетеді. Орманда оған қоян кездеседі. «Бауырсақ, мен сені жеймін» дейді оған қоян. Бауырсақ оған былай деп жауап береді: «Мен атамнан кеттім, мен әжемнен кеттім. Сенен де қоян, оппаңа кетіп қаламын» деп, әрі қарай домалай жөнелді. Қоян тұрған бойында қала берді. Бауырсақ соқпақпен домалап келе жатса, оның алдынан қасқыр шыға келіп: «Бауырсақ, мен сені жеймін». «Қасқыр, жемеші мені, мен саған өлең айтып беремін» деп, бауырсақ әндетіп жіберді: «Қырып жинап нан илеп, мені әжем пісірді, терезенің алдына қойып еді суытып. Терезеден секіріп, жолға шықтым ерігіп, атамды кеттім қалдырып, әжемді кеттім қалдырып, кездестірдім қоянды, оны да кеттім қалдырып. Ал енді қасқыр, сенен де кетем». Осыны айта сала бауырсақ әрі қарай зып етіп домалай жөнелді. Қасқыр тұрған бойында қала берді. Бауырсақ орман ішімен домалап келе жатса, алдынан аю шығады. «Бауырсақ, мен сені жеймін». «Жоқ, аю, сен мені жеме, ал мен саған өлең айтып беремін» дейді бауырсақ. «Қырып жинап нан илеп, мені әжем пісірді, терезенің алдына қойып еді суытып. Терезеден секіріп, жолға шықтым ерігіп, атамды кеттім қалдырып, әжемді кеттім қалдырып, кездестірдім қоянды, оны да кеттім қалдырып. Одан қасқыр жолықты, оны да кеттім қалдырып. Сенен де аю кетемін» деп, бауырсақ әрі қарай домалай жөнеледі. Аю жолына қарап қала береді. Бауырсақ домалап келе жатса, алдынан түлкі шығып:
Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін дейді. Түлкі, сен әуелі өлегімді тыңда. Оған қу түлкі былай дейді. Мен өлеңді қуана тыңдар едім, бірақ қартайып, құлағым нашар естиді. Сен менің тұмсығыма отыр да айта ғой. Түлкінің тұмсығына отырып, бауырсақ өлеңін бастайды. Атамды кеттім қалдырып, әжемді кеттім қалдырып, кездестірдім қоянды, оны да кеттім қалдырып, одан қасқыр жолықты, оны да кеттім қалдырып, аю шықты алдымнан, оны да кеттім қалдырып. Түлкі, сен енді кетемін деп? Айтып үлгергені сол-ақ екен, түлкі аузын ашып, тістерінді ақситып, бауырсақты жұтып жібереді. Аяқталды осымен біздің қызық ертегі. Ертегінің ақылын зеректерің тоқыды. Бауырсақ қанша қумын десе де, одан да қу түлкі табылды.